Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді әрі оңай дайындалатын салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге тек осындай ғана заттар қажет болады. Ең алдымен бос ыдысымызды алып, осылай салат жапырақтарын қолымызбен бөліп салатын боламыз. Келесі бір дана қиярымызды алып, дәл видеода көрсетілгендей ұзын-ұзын бөлшектерге бөліп аламыз да ыдысымызға салатын боламыз. Сырды алып, осылай бөлшектерге бөліп аламыз да үш бұрышты етіп кесіп шығатын боламыз, және де оны да ыдысымызға салып аламыз. Келесі қайнап піскен жұмыртқамызды алып, осылай ұзын бөлшектерге кесіп аламыз да оны да ыдысқа саламыз. Енді бір қызанағымызды алып, осылай керек емес жерін алып тастаймыз да ұзын-ұзын бөлшектерге бөліп, оны да ыдысымызға саламыз. Қызанақтың орнына черриді пайдалансаңыздар да болады. Ал енді біз майонезімізді салып аламыз да жақсылап салатымызды араластырып аламыз. Осылайша салатымыз жылдам дайындалатын болады және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы салатты жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.